Сәлем достар, сіздермен бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ әрі нәзік болып шығатын, оңай жолмен жасалынатын булочкидің рецептімен бөлісемін. Каналыма подписать етіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әрқашан сіздермен жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Ең алдымен 30 мл жылы суымызға 1 шай қасық қантымызды салып, ерітіп, осылай араластырып аламыз. Одан соң 1 шай қасық ашытқымызды салып, тағы да араластырып, 5 минутқа осылай көтерілгенше қойып қоямыз. Келесі 250 мл жылы сүтімізді ыдысқа құйып, оның үстіне 2 ас қасық қантымызды, шым-шым тұз және 1 ас қасық сұйық май және 1 жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстіне дайын болған дрожжымызды салып, тағы да венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне илектен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап біріктіріп қамыр илейміз. Міне бізде осындай жұп-жұмсақ әдемі қамыр шығады. Бетін жауып 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды тақтайымыздың үстіне ұн сеуіп, сол ұнның үстіне түсіріп, осылай колбаса тәрізді формаға келтіреміз. Енді қамырларымызды кіші бөліктерге бөліп аламыз. Шамамен 25 грамм қылып бөлсеңіздер болады. Бөліп алған қамырларымыздың барлығын осылай дөңгелек пішінге келтіреміз. Салмасына мен вареная сгущенканың ең қою түрін қолдандым. Сұйық түрі жарамайды. Немесе өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі жемістерден жасалған повидланы салсаңыздар да болады. Дөңгелек қамырларымызды осылай қолымыздың көмегімен жалпақ пішінге келтіріп, ортасына салмамызды салып, бір-біріне беттеп, осылай бір-бірін жақсылап бекітіп жабыстырып шығамыз, арасы ашылып кетпейтіндей қылып. Және осылай ұзын сопақша пішімге келтіреміз. Енді табамызға пергамент қағазын төсеп, қамырларымыздың барлығын жайғастырып, қамырларымыздың үстін осылай басып, қолымызбен жалпақтап шығамыз. Және 20 минутқа бетін жауып, қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген қамырларымыздың үстіне жұмыртқаның ағы мен сарысын араластырып, барлығына жағып, 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің булочкилеріміз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді, жұп-жұмсақ, нәзік болып шығады. Сіздермен бірге болған Мадина. Назарларыңызға рахмет. Каналыма подписать етіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.